Дүниедегі барлық заттар материя деп аталады. Бұған біз білетін заттар мен өрістер жатады. Зат ол кітап болуы мүмкін, жануар болуы мүмкін, адам, кез келген дене. Өріс деген ол магниттік өріс, электр өрісі, гравитациялық өріс, электромагниттік өріс. Бұлардың барлығы материя болып табылады. Ал заттардың өзі атом мен молекулалардан тұрады. Атом, молекула. Атомдардан молекулалар құралады. Мына бізде атомдар, осылардан бізде молекулалар құралады. Молекулалар мен атомдар ретсіз қозғалады. Яғни оны жылу қозғалысы деп атайды. Мына суретте траекториясы көрсетілген бір атомның. Осылай ретсіз, үздіксіз қозғалыста болады. Бір-біріне түйісіп, бағыттарын ауыстырып, тоқтамай қозғалады. Келесі броундық қозғалысқа тоқталайық. Броундық қозғалыс ол ұсақ бөлшектердің ретсіз қозғалысы. Бұған себеп болатын, мысалы мына суретті қараңыздар, мында жарық түсіп тұрған шаң тозаңдардың биі көрсетілген. Яғни шаң тозаңдар ретсіз қозғалып билеген секілді. Ол неге ретсіз қозғалады? Егер оны біз үлкейтіп қарайтын болсақ, мына біздің бағанағы шаң тозаң болса, ал мына қызыл нүктелер ол ауаның молекулалары. Ауаның молекулалары жан-жақтан ұрып, олар ретсіз қозғалады, жан-жақтан ұрып, осы бөлшектерді ретсіз қозғалысқа келтіреді. Осындай қозғалысты броундық қозғалыс деп атайды. Келесі ұғым диффузия. Диффузия деген бір затты молекулаларының, мысалы мында бізде көк түсті бір зат берілсін, қызыл екінші зат берілсін. Бір заттың молекулаларын екінші заттың молекула аралығына өтуі. Біртінде өтіп, екеуі араласып кетеді. Осыны диффузия деп атайды. Мысалы, мында көріп тұрсыңдар, суға жасыл бояу құяды. Су жасыл бояу құйды, уақыт өте келе олар араласып, яғни диффузияға ұшырады. Сонымен диффузия дегеніміз бір зат молекулалар, екінші зат молекулалар аралығына өтуі. Келесі ұғым. Жаңағы атом молекула ретсіз қозғалады дедік. Егер олар жақындайтын болсақ, олар тебіледі. Егер олар алыстайтын болса, олар тартылады. Яғни олар өзара үнемі әрекеттеседі. Келесі. Біздің зат үш агрегаттық күйде болады. Біріншісі қатты зат, екінші сұйық зат, үшінші газ күйіндегі зат. Төртіншіні плазманы айтады. Қатты зат, көріп тұрсыңдар, мысалға мұздал болады. Мына мұздың молекулалар реті көрсетілген. Келесі, мұз еріген жағдайда ол не болады? Су болады. Судың молекулалары мынау сұйық зат ол. Ол қайнап буға айналғанда ол газ күйінде болады. Газдың молекулалары ол біздің буымыз. Қатты зат пішінін, көлемін сақтайды. Сұйық зат ол аққыштық қасиетке ие, яғни ол ағады. Көлемін сақтайды. Яғни 1 литр су болып тұра береді. Ал пішіні жеңіл өзгертеді. Әртүрлі ыдысқа қойсақ, сол ыдыстың көлемін қабылдайды. Газ күйіндегі зат көлемін де сақтамайды, пішінін де сақтамайды. Ол берілген көлемді түгел қамтиды. Сонымен бір зат ол газда бола алады, сұйықта бола алады, қатты денеде бола алады. Жалғастырайық. Жаңа біздің қатты денеміз ол кристалл немесе аморф болуы мүмкін. Екеуінің айырмашылығы неде? Кристалл денелерінің молекулалар құрылымы кристаллық тор құрады. Яғни олар белгілі бір ретпен орналасады. Аморф денелер молекулалар ретсіз орналасады. Яғни аморф денелер молекулалардың орналасуы сұйық денелер молекула орналасуына ұқсайды. Кристаллға мысал ретінде мұздалы болады. Ал аморф денелерге пластилин, пластмасса, әйнекті айта аламыз.